Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгінгі әңгімеміз отырар кітапханасы жайында, яғни сол аңыз туралы. Отырардан әлемде Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әл-Фараби бабамыздың шыққаны рас па? Иә, рас. Әлемдегі екінші ұстаз шыққан жерде әлемнен екінші кітапхана неге болмасқа дейді ойымыз бір мақалада. 71 жылы наурыз айында атақты «Вокруг света» журналында жас жазушы Дүкенбай Досжанов пен Маловтың «Отырар қорғаны» деген очерк шығады. Ол кезде Отырарда КСРО бойынша ең көлемді археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп жатқан. Бүкіл одаққа танымал журналдың тілшілерінің ол жаққа ат басып түрегеуі сондықтан да қалыпты жағдай. Мәскеулік журналистер экспедиция басшысы, тарих ғылымының докторы, археолог Кемаль Ақышевпен жолығып әңгімелеседі. Соның негізгісі Отырар кітапханасы, яғни ежелгі жылнамашылардың айтуынша 12 ғасырда Отырар кітапханасы әлем бойынша Александрия кітапханасынан кейінгі екінші орында болған дегенді. Ал ол ежелгі жылнамашылар кімдер болған, ол жайында ешқандай мәлімет, деректер жоқ. Әрине, Отырар секілді үлкен қалада үлкен бай кітапхана болғаны рас, оны ешкімді жоққа шығара алмайды. Отырар тұрмақ, оның кіші кенттерінде де сол уақытша өз кітапханалар болған. Ислам ықпалына көшкеннен кейін араб ғылымы мен мәдениеті жібек жолы бойындағы Отырар молынан жеткені шындық. Орта Азиядағы Үргеніш, Мара, Хорезм, Бұхара, Самарқанд, Отырар шаһарында халифтердің пәрмені мен әр қаланың өз даналық үйі дүниеге келген. Хорезми, Бируни, Ибн Сина сияқты ғұламалар пайда болған. Жібек жолы бойымен кірер тартқан көпестер ең құнды сыйлық ретінде Отырар әкіміне кітап сыйлауды дәстүрге айналдырыпты. Тіпті бұл мемлекет рәсім ретінде қабылдап, рәсми сипат алыпты. Бұхаралық ғұлама Рузбек ханның Отырар кітапханасы қолжазба кітаптары тек қана тұрғындары ғана емес, шалғайдағы Сығанақ қаласының тұрғындары да пайдаланып отыр. Осындай Отырардағы даналық үйінен Әбу Насыр Әл-Фараби де дәріс алғаннан кейін білімін кеңейту үшін Бағдатқа бет бұрып Дамаскіде тұрақтағанда анық. Дамаскіге тұрақтағанда Отырар қаласы Әл-Фарабиден кейін де білім де ғылымның қайнаған ошағы болған. Шығыстанушы ғылым Әбсаттар Дербісәлі Отырардан 30 дана аса ғылым шыққан дәлелдеген, яғни 30 Әл-Фараби шыққан. Отырар қаласы Фараб деп аталған шаһардан шыққан ғылым өздерінен Әл-Фараби есімін қосқан. Бұл үдеріс 16 ғасырға дейін жалғасқан. Ендеше Отырар ірі кітапхана болған, қай жағынан болсын жоққа шығара алмаймыз. Осы орайда екінші бір сұрақ туады. Отырар кітапханасын Шыңғысхан өртеп жіберген рас па екен? Тарихта айтылып жүргендей, әйгілі Александрия кітапханасын халиф әмірдің өртеп жүрген туралы өтірік болып шықты. Кітапхана одан бұрын мысырлықтардың Юлиус Цезарьмен болған соғысы кезінде өртенген екен. Бұны Мұстафа Шоқай түзеткен. Ендеше Шыңғысханның 1219 жылы Отырар кітапханасын өртегенінде өтірік болғаны, оны кім түзетеді? Жаулаған елдердің дініне қиянат жасамаған Шыңғысханның кітап өртеуі мүмкін бе? Ғалымдардың біразы кітапхананы Шыңғысхан арнайы өртетпесе де болған. Соғыста өрттің кесірінен өзі өртеніп кеткеніне сенімді, ал біраз зерттеушілер кітапхана жер астында сақтап қалған дейді. Профессор Еренғайып Омаровтың Отырар кітапханасы Александрия кітапханасынан да үлкен болған деген болжам. Ғылымның айтуынша Отырар шамамен 5 ғасырда белгілі бола бастаған. Жасы кемінде 2000 жыл Отырар кітапханасы 1000-1200 жыл шамасында уақыт дүние жүзіндегі ең үлкен кітапхана болған. Шыңғысхан шапқыншылығы кезінде тұрғындар кітаптарды жер астына орналасқан құпия үңгір қалашықта, яғни катакомбада тығып үлгерген. Ертеректе 30-40 жыл бұрын қой бағып жүрген бір шопанның иті үңгірден сырты терімен қапталған араб тілінде жазылған көне кітап алып шыққан. Кітап Отырар қалашығының қасынан табылған, яғни сол кітапхананың кітабы болу әбден мүмкін. Болашақта кітапханан табылады деп ойдамын. Ең үлкен тарихтағы өзгеріс болар еді қазақ тарихында. Яғни осы уақытқа дейін орыстардың және батыстың ғылымдары мойындамай жазба ешқандай дерек жоқ деп, әрі Қытай мен Парсы елдердегі жазбаларды өздері бұрмалап толыққанды бермей келді. Ең үлкен бір
тарихымыздың мәнде ашылатын бір үлкен құнды заттар ашылар еді, біз білмеген құпиялар. Бұл жайында кезінде профессор Омаров Дінмұхамед Қонаевтан да қаражат сұрап, белгісіз себептермен тоқтап қалды. Кітапхананың ашылуы тарихымыздың көлеңке болып қалған көптеген оқиғалар мен тұлғалардың дәлелі болар еді.